Удобный болма, өзің бол. Қазіргі қоғамда адамдардың көпшілігі бір ғана қателік жасайды, олар бәріне ұнауға тырысады. Бәріне ыңғайлы, бәріне жақсы, ешкімге қарсы келмейтін адам болғысы келеді. Бірақ шындық біреу ақ. Бәріне бірдей ұнау мүмкін емес. Сен қанша тырыссаң да біреуге ұнамай қаласың. Сондықтан өміріңді өзгелердің пікіріне арнау, өзіңді жоғалту деген сөз. Удобный адам деген кім? Ол өз ойын айтпайтын, өз қалауын кейінге қалдыратын, жоқ деп айта алмайтын адам. Ол әрқашан басқалардың көңілін ойлайды, бірақ өз жүрегінің үнін естімейді. Уақыт өте келе, мұндай адам шаршайды. Ішінде жиналған реніш, өкпе, өкініш көбейе береді. Себебі ол өз өмірін өзі сүріп жатқан жоқ. Ал енді ойлан. Сен осы өмірге не үшін келдің? Басқалардың көңілін табу үшін бе? Әлде өз армандарыңды орындау үшін бе? Әрине, жауап анық. Бірақ неге біз әлі де болса өзімізді шектейміз? Неге өзімізді басқалардың пікірімен өлшейміз? Өзің болу, бұл батылдық. Бұл шындықты таңдау. Бұл өзіңді қабылдау. Көп адамдар осыдан қорқады. Себебі олар, егер мен өзгерсем, адамдар мені қабылдамай қоя ма деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде сені шынайы қабылдайтын адамдар тек сен өзің болғанда ғана жаныңда қалады. Өмірде жоқ деп айта білу үлкен өнер. Бұл эгоизм емес. Бұл өзіңді құрметтеу. Егер сен әрқашан иә деп жүрсең, бір күні өзіңе жоқ деп қойғаныңды түсінесің. Сол кезде кеш болуы мүмкін. Сенің уақытың шектеулі. Сенің энергияң да шектеулі. Оны кімге, неге жұмсайтының сенің таңдауың. Егер сен оны әркімнің көңілін табуға жұмсасаң, өз армандарыңа күш қалмайды. Сондықтан таңда. Сен кім үшін өмір сүріп жатырсың? Көп адамдар жақсы адам болғым келеді дейді. Бірақ жақсы болу мен удобный болу екі түрлі нәрсе. Жақсы адам шынайы, әділ, өз құндылықтары бар адам. Ал удобный адам өз шекарасын жоғалтқан адам. Шекара өте маңызды нәрсе. Егер сен өз шекараңды қорғамасаң, оны ешкім қорғамайды. Адамдар әрқашан мүмкіндік болса, сенің уақытыңды, энергияңды пайдаланады. Бұл жамандықтан емес, бұл табиғи нәрсе. Сондықтан сен өзіңді қорғауды үйренуің керек. Өзің болу, жалғыз қалу деген сөз емес. Керісінше, бұл дұрыс адамдарды табу. Сен өзің болғанда ғана саған шынайы адамдар келеді. Жалған байланыстар кетеді, бірақ оның орнына сапалы, терең қарым-қатынастар пайда болады. Сенің даусың бар. Сенің ойың маңызды. Сенің арманың құнды. Неге оны жасырасың? Неге оны басқалардың пікірі үшін құрбан етесің? Бір сәтке елестет. Сен ешкімнен қорықпайсың, ешкімнің пікіріне тәуелді емессің. Сен өзің қалағандай өмір сүресің. Қандай сезім? Еркіндік пе? Міне, дәл осы өзің болу. Әрине, бұл оңай жол емес. Кейде сені түсінбейді. Кейде сынайды. Кейде алыстап кетеді. Бірақ бұл қалыпты нәрсе. Өсу әрқашан қиын болады. Ең бастысы, сен өзіңе адал болуың керек. Себебі күннің соңында сен өзіңмен қаласың. Егер сен өзіңді алдасаң, ешкім сені бақытты ете алмайды. Удобный болма, бұл тек сөз емес. Бұл өмірлік позиция. Бұл таңдау. Бұл батылдық. Бүгіннен бастап кішкентай қадам жаса. Өз ойыңды айт. Қаламаған нәрсеге жоқ де, өзіңді бірінші орынға қой, өз армандарыңа уақыт бөл. Бірден бәрі өзгермейді. Бірақ сен өзгересің. Ал сен өзгерсең, өмірің де өзгереді. Есіңде болсын. Сен біреудің сценарийі бойынша өмір сүру үшін келген жоқсың. Сен өз тарихыңды жазу үшін келдің. Сондықтан удобный болма, өзің бол.